Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен менің анамнан бұрыннан жауап келе жатқан, қияр жауап келе жатқан тәсілмен бөлісейін дедім. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, қиярларыңыз атылмайды, және де өте қытырлақ болып шығады. Дәмі керемет болады. Банкамыздың барлығын осылай жақсылап жуып шығамыз. Керек болса стерилизацияны өткіземіз. Ал мен осындай МВ-дің лог деген затын пайдаландым. Бұл реклама емес. Қанша жылдар бойы қолданып келеміз. Банкамыз бір рет атылып көрмеді. Қиярды 2 сағатқа суға салып қоямыз. Қызанағымызды дұрыстап жақсылап жуып аламыз. Артық заттарын алып тастаймыз. Қиярдың алдыңғы артқы бөліктерін алып тастадым. Негізі алмай қойсаңыздар да болады. Укроп, чеснок, және хреннің жапырағы, және де қарақаттың жапырағын қолдандым. Қарақаттың жапырағы дәмін керемет қылып тұрады. Және де чеснок, бұл чеснокты мен кішкентай бөліктерге бөлемін. Біз капуста қосамыз. Капуста банкада қытырлақ болып шығады. Енді банкаңызды ашқан кезде қиярдан бұрын сіздер орам жапырақты бірінші жейтіндеріңізге кепілдік бере аламын. Орам жапырақты ең бірінші ыстық суға салып алғаннан кейін ол өте жақсы болып жұмсарады. Және де осы 4-ке бөліп алғаннан кейін осындай ең аяқ жағын алып тастаймыз да орам жапырақ 4-ке бөліп, одан кейін мына видеодағыдай орталарынан бір-бір бөліп шығамыз. Міне, бисмиллах деп бастайық. Банкамызды алдық. Ішіне укропымызды саламыз. Бір-екі тал хреннің жапырағы. Міне осылай 3-4-деуден кішкентай жапырақ, қарақаттың жапырақтарын, 2-3 зубчик чеснокты саламыз. Енді қараңыздар, орам жапырақтың осындай бір бөлігін бөліп аламыз. Енді банкамызға соны сыйғызамыз.
Орам жапырақты нығыздап сала беріңіздер. Қазір ыстық су салған кезде ол өзі жатады. Енді барлық қиярымызды осылай тігінен тұрғызып қоямыз. Негізі жатқызып қойсаңыздар да болады, бірақ ол көп орын алады банкаңыздан. Бізде ассорти болып шықты. Қасына қызанақтан да қостық. Осылай араларына әр жағынан қойып әдемі қылып шығардық. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Енді банкамызға толығына толтырып, ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Енді міне суымызды бір 5-10 минут тұрғаннан кейін қайтадан чайнигімізға, немесе арнайы ыдысымызға құйып алып, қайтадан бір қайнатамыз. Енді банкамызға гвоздика 3-4, болмаса 5-6 талдап салсаңыздар болады. Қара бұрыш, горошек түріндегі 10 шақтысын салып жіберіңіздер. Үстіне 2 қасық қант және де 1 қасық тұз саламыз. Банкаңыз атылмас үшін 2 тал аспирин қосамыз. Енді екінші мәрте қайнаған суымызды
осылай қиярымыздың үстіне құйып шығамыз. Енді осында арнағы банканың қақпағын жабатын құралдармен жақсылап жауып шығамыз. Артынан банкамызды төңкеріп тексереміз. Егер де ешқандай су шықпаса, жақсы жабылды деген сөз. Үстінен одеялдармен жауып, бір суткаға тәулікке қойып қоямыз. Сіздерге рахмет, каналыма жазылыңыздар.